Баршаңызға сәлем, берекелі дастархан арнасына қош келдіңіздер. Подписацияны басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Және де видеодан соңына дейін қарап, видеоға лайк басып кетіңіздер. Бүгінгі видеода біз ысталған құйрық майдың қалай жасалу керектігін көрсететін боламын. Дәмі өте ерекше, ысталған дәм беріп тұрады. Әсіресе бұл құйрық май, ысталған құйрық май ер адамдарға өте қатты ұнайды деп ойлаймын. Подписацияны басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен құйрық майымызды жақсылап жуып, кептіріп алатын боламыз және қылшықтарынан тазалап аламыз. Және осылай пышақтың көмегімен кесіп алатын боламыз. Араларын осылай жиі кесіп алатын боламыз. Подписацияны басып, берекелі дастархан арнасына міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Араларын жақсылап кесіп алдық, жиі. Сарымсақ қажет болады. Сарымсақтың барлығын қосатын боламын. 1 шай қасық қара бұрыш, 1 шай қасық қызыл бұрыш саламыз. Бұрыштарымыздың үстіне сарымсағымызды үккіштен өткізіп аламыз. Немесе сарымсақ өткізетінен өткізіп алсаңыздар болады. Бірінші құйрық майымызды жақсылап тұздап аламыз және кескен жерлеріміздің араларына жақсылап тұз себетін боламыз. Көп тұз себудің қажеті жоқ. Өйткені құйрық май өзіне керекті тұзды сіңіріп алады. Өзіне керектісін ғана алатын болады құйрық май. Бұрышымыз бен сарымсағымызды осылай кішкене араластырып, араларына жағамыз. Барлық жеріне жағып шығамыз. Егер де құйрық майыңыз көп болатын болса, осы құрамды көбейтіп жасасаңыздар болады. Подписацияны басып, берекелі дастархан арнасына міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Құйрық майыңызды осылай жақсылап тұздап бұрыштап аламыз. Құйрық майды 15 күнге қойып қоямыз. Кеуіп тұруы қажет. Құйрық майымызды тұздап бұрыштап алдық. 15 күнге қойып қоямыз. 15 күннен кейін жарты сағат суға қайнатып пісіріп алатын боламыз. Подписацияны басып, арнаға тіркеліп кетіңіз. Бетін матамен жауып қоямыз. Салафанмен жаппаймыз. Салафанмен жапсаңыздар сасып кететін болады және де араларын ашып аударып қоямыз. Ауа барып тұруы қажет. Он 15 күн уақыт өтті. Құйрық майымыз осылай сүрленіп шықты. Қып-қызыл болып. Ыдысыңызға 1-1,5 литр су құйып, салқын су құйып аламыз. Және құйрық майымызды саламыз. Бізге осында жидкий дым қажет болады. Жидкий дымнан 1 ас қасық толтырып құятын боламыз. Бұл жидкий дым ысталған дәм береді, яғни копченый дәм беріп тұрады. Яғни құйрық майыңызды далаға шығарып, от қойып, түтінге ұстаудың қажеті жоқ. Осында жидкий дым сатып алсаңыздар болады. Газымызға қойып, суы қайнағаннан кейін бетіндегі көбігін алып, бетін жауып, баяу отта жарты сағат пісіретін боламыз. Жарты сағат пісіп шықты. Құйрық майды ыдысымызға аударып аламыз. Толықтай суытып аламыз. Құйрық майымыз қып-қызыл болып шықты. Подписацияны басып, арнаға тіркеліп кетіңіз. Дәмі өте керемет. Ысталған дәм беріп тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де менің видеом сіздерге ұнарса, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де берекелі дастархан арнасына подписацияны басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Хош сау болыңыздар.